Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды және де видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын салатым сәбіз салат. Сәбіз салат жасау үшін бізге сәбіз, чеснок және приправа, уксустар керек. Ең алдымен сәбізімізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Сәбізімізді әдемі сәбіз таңдаймыз. Үлкен-үлкен, ұзынша етіп, қызылдау светінен, сарғыштау светінен әдемісінен таңдау керек. Сол кезде сәбізіміз әдемі болып шығады. Енді сәбізімізді теркадан өткізіп алып, енді 2 чесногымызды өткіземіз. Достар, мен описанияға астыңғы бөліміне жазып кетемін, неше штуктан салғанымды. Дәл осылай жасап көріңіздер. Өте әдемі, дәмі керемет салат болып шығады. Енді чесногымызды теркадан өткізіп алдық. Енді базарда сатылатын чим-чимнің приправасын қосамыз. Дәл осылай осы приправаны қосамыз. Өте керемет, ерекше дәм береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді 1 қасық тұз және де 2 қасық шекерімізді саламыз. Енді 1 қасық чайный ложканың сомен, чайный ложкамен 1 қасық уксус құямыз. 6% уксус құйсаңыздар болады. Енді бұны мұжғыламай-ақ өзі өледі, сәбіз әдемі болып. Енді табамызға майымызды қыздырып алып, пиязымыз салып, пиязды қызарғанша майымызды қыздырып аламыз. Пиязды өйткені не үшін салдым? Пияздың дәмі келіп, майымыз өзгеше бір дәм береді. Енді осы майды салатымыздың үстіне құйып жібереміз. Ыстықтай құямыз. Енді бетіне петрушка бар болса, петрушка салып жіберіңіздер. Бетіне салып, осылай араластырып, бір 5-6 сағатқа бұқтырып қоямыз. Сосын алып жей беруге болады. Осылай жасап көріңіздер. Рецепт өте оңай. Енді тәлкемізге салып жей беріңіздер. Салаттың сөлі шығып, суы шығып әдемі болып тұр. Енді салатымыз дайын болды. Салатымыздың да светі, түрі өте керемет болған. Дәмі де одан есе керемет. Сіздер де жасап көріңіздер.